Осы Шардара ауданында 5000 гектардан астам алқапқа су үнемдеу технологиясы енгізілді. Жыл соңына дейін тағы шамамен 3000 гектар егістік жерге тамшылатып суару жүйелері орнатылмақ. Мақсат ағын су тапшылығы мәселесін оңтайлы шешу. Аталған бағыттағы жұмыстың барысы Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеровтың төрағалығымен өткен мәжілісте қаралды. Ағын су мен ауыз су мәселелері жөніндегі штаб мәжілісінде облыс әкімінің орынбасары Нұрбол Тұрашбеков тіршілік нәріне қатысты негізгі түйткілдерді тізбектеп, оларды шешу жолындағы жұмыс барысын баяндады. Сондай-ақ жиында Шардара, Жетісай, Мақтаарал аудан әкімдері мен Қазсушар мекемесі басшысының есептері тыңдалды. Шардара қаласында жалпы 31883 адам тұрады, оның 6676 тұрғын үй бар. Оның ішінде 85 көпқабатты үй. Шардара қаласында жалпы мынау жер үйлерінің 85%-ында, өздерінің құқықтары болуына байланысты жер үйлерде оншалықты проблема болмайды деп ойлаймыз. Негізінен мынау көпқабатты үйлерде проблема болады. Сол мәселелерді шешу мақсатында біз қазіргі таңда оны 25 нүктеге бөлдік. 25 нүктеге біз 50 адамды бекіттік. Және ол 25 нүктеге, әр нүктеге бір водовоз және бір 2 тонналық цистерна орнатамыз. Биылғы жылы Самарқанд қаласының 5-ші сәуірінде 89-ші ЕПВК-да биылғы суару маусымына 3 миллиард 694 миллион текше метр вегетация кезеңіне алып керек болатын тұғымыз. Қазір күнге дейін 2 миллиард, жоспар бойынша 2 миллиард 300 алуымыз керек. Нақты алғанымыз 1 миллиард 630 миллион текше метр, 1 миллиард 101 миллион текше метр кен алатырмыз. Аймақ басшысы халықтың тіршілік нәрінен тарқыпау үшін салаға жауаптылар қалыптасқан жағдайға терең талдау жүргізіп, жүйелі әрі бірлескен жұмыс жүргізу қажеттігін қадап айтты. Аудан әкімдері Ислам даму банкіне қаржыландыру ұсынған нысандардың құжаттарын толық және сапалы тапсырылуын қамтамасыз етсін. Аудан қала әкімдері жергілікті шаруа арасында су үнемдеу технологияларын енгізу және суды көп қажет етпейтін дақылдар егу бойынша насихаттау жұмысын жүргізу қажет. Аудан әкімдері облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасымен бірлесіп, әрбір елді мекен бойынша қазір таңда нақты жағдайды ескере отырып, ауыз суға қол жеткізуді жол картасын әзірлесін, сонымен жұмысын бастасын. Айта кетейік, Шардара су қоймасында қазіргі таңда 926 миллион текше метр су бар. Бұл деңгей былтырмен салыстырғанда 1554 миллион текше метрге аз. Сондықтан ауданда 2025 жылы қосымша 8000 гектарға су үнемдеу технологиясын енгізу жоспарланған. Назым Қайратқызы, Мұхаммед Әлі Шері, Түркістан 24.